Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылы Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Куккузова Фарида Ерланқызы. 15-22 желтоқсан аралығында жалпы республикалық адалдық сағатты акциясы негізінде Сәкеннің өнегелі жолы атты бейнедәрісімізді бастаймыз. Сәкен Сейфуллин мемлекет және саяси қайраткер, ақын және жазушы, қазіргі қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Ол қазақ халқының жандануы мен өркендеуі үшін өз өмірін қиған қазақ қайраткерлерінің тобына жатады. Сәкен Сейфуллиннің сан қырлы күрделі болмысындағы ерекше қасиеттерінің бірі жас ұрпақтың білім ғылымына деген адалдығы. Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болған кезінде білім алушы жастарға алғаш рет шәкіртақы тағайындап, қазақ жастары әлемнің мықты оқу орындарында білім алуы тиіс деген идеяны көтерді. Ол жас ұрпаққа көмектесу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауды өзінің міндеті деп санады. Ісіңмен, күшіңмен, тіліңмен болса да оқу ісіне жәрдем қылмасаң, кейінгі жас буынның қолы жағаңда кетеді деген жөн сөздері қоғам қайраткерінің биік өресін танытады. Оның поэзиясының басты идеясы дос қадірін білу, достыққа адалдық. Ақын адалдық пен арамдық, мансап пен ар-ождан, достық пен қастықтың ара жігін аша жазып, адам үшін құнды байлық достықты жырлап өткен. Жас ұрпақты патриоттыққа, отанын сүюге, халық тілегін іс жүзіне асыруда қандай қауіп қатерден де қорықпай, қиындықты жеңе білуді үлгі етуде Сәкендей тұлғаның орны ерекше. Адалдық, кішіпейілділік, ар азығына кір келтірмеушілік, шыншылдық сынды құндылықтарды таза сақтап қалған тұлғасымен және көркем туындылар арқылы ол кейінгілерге ұстаз. Сәкен ең алдымен өтірік дегенді білмейтін адам еді. Оның досы да, дұшпаны да көп болды. Солардың ешқайсысы не бұрын, не қазір Сәкеннің жалған сөйлеген не көрдік, не естідік демеуге тиіс. Сәкен аса уәдешіл болатын. Уәделі ісін бұлжытпай дер кезінде орындайтын, екі сөзді айтпайтын деп өмір бойы қол ұстасып өткен жан досы Сәбит Мұқанов жазған болатын. Шыншыл болу бала кезден қалыптасатын аса қымбат қасиеттердің бірі. Шындық рухани тазалықтың белгісі. Осы тұрғыда қазақтың ұлы жазушысы, ғұлама ғалым Мұхтар Әуезов Сәкен туралы, оның шыншылдығы, шын жүрек шыншылдығы, сондықтан оның жолы әр адамын санап басатын кісінің жолы емес, ылдиы бар, өрі бар, өмір жолы, ыстық қанды нағыз ақын жолы деп атап көрсеткен. Сейфуллин үшін оқу ағарту ісі қатардағы міндеттер ғана емес, өзекті мәселе болды. Сейфуллинді сол кезең жайлы, ағарту жұмыстарының деңгейі жайлы жазуға өмірдің өзі итермеледі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба деген абай ғибратын жалғастыра білген Сәкен атамыз қазақ ұлтының білім сапасының жоғарғы болғанын қалады. Енді бір 20 жылдың ішінде қазақ өнерлі халықтардың қатарына кіруі керек. Қазаққа оқу бұрын бір мәрте керек болса, енді 1000 мәрте керек. Оқусыз қазақтың болашағы күні қараңғы. Бұл Саңлақ Сәкеннің қазақ жастарына деген аманатының бірі болатын. Сәкеннің публицистикалық шығармаларының дені халық ағарту мәселесіне арналған. 1921-1925 жылдарда жазылған мақалаларының жалпы рухы, әсіресе аттарының өзі көп жайды аңғартады. Әр қазақтың жадында оқу болсын, зор міндет, барлық күш оқуға, оқушы жастарға үлгі. 2000 Орынборда қазақ арасында сауатсыздықты жою, жас азамат әскери мектепке даярлан, тағы да басқа мақалаларын айтуға болады. Сәкен Сейфуллин өзінің іс-әрекеті арқылы, жазған шығармалары арқылы отан алдында, ата-анаңның алдында, ұрпақ алдында адал болуға шақырды. Табиғат өзгеше боп туған едім, белімді жастан бекем буған едім, халықтың қорлық көрген туын ұстап, әділдік жолын іздеп қуған едім деп ақынның өзі айтқандай, әділдік пен адалдықты ту еткен Сәкен тұлғасы ұлтқа үлгі, ұрпаққа өнеге.